Саламатсыздар ма құрметті оқушылар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қан ұюы. Өздеріңіз білетіндей, қан адам организмі үшін маңызы өте зор. Қанды жоғалту адам ағзасындағы тіршілікке кері әсер етеді. Сондықтан осындай кезде бізге қан ұю процесі қажет. Қан ұю процесі деп отырғанымыз бұл адам ағзасындағы қанның жоғалтуынан, сонымен қатар бөгде заттардың, микроорганизмдердің, зиянды заттардың осы ағзаға енуінен сақтайтын қорғаныштық реакциясы. Қанның ұюын біздер екі деңгейде қарастырамыз. Оның біріншісі ұсақ қан тамырларындағы қанның ұюы, екіншісі бұл бізде ірі қан тамырларындағы қанның ұюы. Мысалы, біздер кішкентай бала кезімізде жүгіріп жүрген кезде құлап қалатын болсақ, аяғымыздағы жарадағы қан бірнеше уақыттан кейін тоқтай бастайды. Осы жарақат алғаннан кейін қан ағудың табиғи жолмен тоқтауы біздерде гемостаз деп аталады. Тағы бір ескере кететін нәрсе, сіздер көретін қазір сызбадағы, яғни схемадағы қан жасушалары, эритроцит, лейкоцит, тромбоцит, олардың сандары, пішіннің көлемі, яғни көлемі заңдылық бойынша сақталмаған. Сіздерге түсіндіру үшін ғана мен сызбада көрсетіп қойған болатын. Соны ескере кетерсіздер. Шағын қан тамырларда тромбоцитоздық тромбтың түзілуі жүреді. Яғни толығырақ айтатын болсақ, артериялық қысымы төмен, ұсақ қан тамырлар мен капилляр жарақаттанған жағдайда тромбоциттер тамырды тарылтатын заттар, мысалы адреналин, серотонин бөледі. Бұл заттар қан тамырда спазм тудырады. Спазм деп отырғанымыз бұл осы қан тамырларының жиырылып қуысының тарылуы. Тромбоциттер бір-біріне желімденіп қан тамырдағы жарақатты бітейді, яғни тығыз тромб түзеді. Қан шамамен 3-10 секундтарда тоқтайды. Егер қан тамыры терең зақымдалатын болса, онда қанның ұюы тромбоциттердің құрылымының өзгеруімен жүретін болады. Оны қазір келесі сызбада көре аласыздар. Ірі қан тамырлар жарақаттанғанда жүретін қанның ұю үдерісі коагуляциялық гемостаз механизмі арқылы түсіндіріледі. Яғни бұл жерде қанның жаңағы ұюы 3 сатыда өтетін болады. Ең бірінші активация сатысы. Бұл кезде адам ағзасындағы ұлпалар және мына қан тамырлары жарақаттанған кезде тромбоциттер бұзыла бастайды. Сөйтеді де тромбоциттен бізде арнайы ерекше нәруыз тромбопластиндер бөлініп шығады. Коагуляция кезінде тромбоциттен бөлініп шыққан тромбопластин осы қан плазмасының ішінде жүрген протромбинді тромбинге айналдырады. Яғни протромбин бауырда К дәрумені қатысында түзіледі. Тромбин қатысуымен плазмада еріген күйіндегі нәруыздар, яғни фибриноген, соларға бекініп, ол фибриногенді ерімейтін фибрин талшықтарына айналдырады. Фибрин талшықтары жарақаттың бұдырлы шеттеріне бекінеді және тромбоциттердің тығыз түзіндісін орап торлайды. Бұл тұғыннан біздерде плазма ағып өтеді, бірақ қан жасушалары іркіліп сол жерде қалып қояды. Және келесі ретротракция сатысы. Сатысында зақымдалған қан тамырындағы тромбоциттік қан ұйықтың тығыздалуы мен бекуі жүреді. Бұнда қан ұйықтағы тромбоциттер құрамында болатын нәруыздар қысқарған жағдайда фибрин торы тартылады. Бұл үдеріс жарақаттанған қанның ағуы тоқтағанға дейін жалғасады. Соңғы сызбада көріп отырғандарыңыздай тромбопластин, яғни тромбоциттен бөлініп шыққан нәруыз, ол протромбинді тромбинге айналдырады. Бұл жерде кальций ионы қатысады. Одан кейін бөлініп шыққан тромбин қан плазмасындағы еріген фибриноген нәруызын ерімейтін фибринге айналдырады. Сөйтіп, қысқаша осы жаңағы сызба арқылы біздерде қанның ұюы сипатталады. Құрметті оқушылар, қандай да бір қателіктер болса, немесе ұсыныстарыңыз болса, менің жеке парақшама жазып, кеңес берулеріңізге болады.